Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы, Айгөлек бөбекжай бақшасы, музыка жетекшісі Салықбаева Жазира Амангелді қызы. Білім саласы, шығармашылық, бөлімі, музыка, тақырыбы, көңілді аспаптар. Мақсаты, мектеп жасына дейінгі балалардың музыкаға деген қызығушылығын арттыру, қазақтың музыкалық аспаптарымен танысу және дыбыстарын ажырату, есте сақтау қабілетін дамыту. Міндеті, көрнекілік құралдар арқылы аспаптардың бірнеше түрлерін меңгеру, ән күй тыңдау арқылы эстетикалық талғамын дамыту. Балалар, барлығымыз бірге шаттық шеңберін жасайық. Қане тұрайық, шеңберді біз құрайық, бір-бірімізге қуаныш, көңіл күйді сыйлайық. Бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, бұлай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Қазақтың ұлттық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Ұлттық музыкалық аспаптардың өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі бар. Балалар, көңілді аспаптардың үніне де назар аударамыз. Домбыра аспабы қағып, шертіп ойнайтын ішекті музыкалық аспап. Қазақтың ән күй орындаушылық дәстүріне байланысты домбыра аспабының бірнеше түрі бар. Олардың тек сырт пішіні ғана емес, ішек және перне саны да әрқилы болып келеді. Аспабы ысқышпен ойналатын ішекті музыкалық аспап. Аспаптың шанағы терімен қапталып, ішектері жылқының қылынан жасалады. Сырнай аспабы үрлемелі аспаптар тобына жатады. Ол саздан жасалынып, отқа күйдіріледі. Бұл аспаптың түрі де, көлемі де әр түрлі болып келеді балалар. Аспаптың іші қуыс, қарама қарсы, жан жақтан тесілген бірнеше ойығы бар екен. Жетіген аспабы көп ішекті музыкалық аспап. Аспап тұтас ағаштан ойылып жасалып, шанағы көң терімен қапталады. Жеті асығы бар, жеті ішектен тұрады. Балалар, сендерге домбыра аспабымен балалар композиторы Ибрагим Нүсіпбаев ағамыздың домбырасыз сән қайда әнін орындап беремін, мұқият тыңдап отырамыз. Елдің жырын жырлаған, қайғысында толғаған, домбырасыз ешқашан жүректен қонбаған. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, ән мен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма. Ән мен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Көңілді аспаптардың дауысын мұқият тыңдап отырыңдар.
Қай аспап екенін атын атап беріңдер. Бұл қай аспаптың дауысы? Домбыра. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, бұл қай аспаптың дауысы? Қобыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, бұл қай аспаптың дауысы? Сасырнай. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, бұл қай аспаптың дауысы? Жетіген. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сабақ сендерге ұнады ма, балалар? Барлықтарың белсенді атсалыстыңдар. Жарайсыңдар. Сау болыңдар, балалар.